Тасболат қарияның ұлы Балтабай Асановтың ұйымдастыруымен өткен шарада айтыс аяқталған соң қайырымдылық шарасы өтті. Аталған шара барысында жалғыз басты анаға баспана кілті табысталды. Көкеміз жатқан жері жайлы болсын. Бүгінгі жасап жатқан дұғаларымыз, тілектеріміз қанша халық келіп жатыр. Соның барлығы осы әулетке жасап жатқан ізгі тілектер. Бұның бәрі дұға қайыр. Құдау сізге кілт осы үйде өсіп өніңіз. Осындай жастарды үй қылып, баспана салып беріп жатқандарына рахмет айтамын. Бұл тағдыр шығар. Мен Балтабай тәтеме өте шексіз ризамын. Осы ауылды басқарып, еліне, халқына қызмет етіп жатқандарына. Бүгінгі жақсылық, игі жақсылық, тек жақсылығын алып келсін. Барлық халыққа, елге, игі істі бастап отқан ағаларыма алғысымды айтамын. Шексіз ризамын. Алланың нұр жаусын. Осы үйде балапандарым тек қана қызықшылық көрсін, той болсын. Тасболат ағамызға арнап үлкен ас беріліп жатыр. Бұл елдің азаматы болғандықтан бұл елдің тойына айналып кетті аяғы. Оны жаңа ел өзі көріп те жатыр, айтып та жатыр. Мынау соның ішінде бір ғана шарасы осы ауылдағы бір азаматқа осындай зәулім сарай үй салып беріп мынандай. Соны бүгін кілтін тапсырып бас аяғы 2 айдың ішінде осы елді біріктіріп, елдің ауызбіршілігі арқасында жап жаңа су жаңа баспанаға кіргізіп, мынау ұлыстың ұлы күні қарсаңында бір отбасыға бұндай қуаныш сыйлаудың өзі үлкен азаматтықтайды, жүрегінің жомарттығын, кеңдігін білдіретін нәрсе. Бұның барлығы үлкен мына заманда үлкен жүректі қажет етеді. Сондықтан осы азаматтардың барлығына алғысымызды айтамыз. Жұлдыз 5 баланың анасы, жұбайы жол апатынан қаза болған. Қазақ ежелден жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған. Бас аяғы 2 айдың ішінде су жаңа үйді көтеріп, бүгін міне қоныстануда. Ауылдағы ағайын жабылып көтерген бұл үй бір отбасыға үй болса, бүкіл елге өнеге болмақ.